sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me, and life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Сансақтан, түкпір-түкпірден, қасиетті қазақ даласының сан саласынан бүгінгі думанды той түріне жиылып жатқан баршаңыздың қадамдарыңызға құт береке дарысын дегіміз келеді. Енді осынау думанды тойымызбен тұспалыс келіп жатқан тамаша мерекелер. Ол енді өздеріңізге әрине белгілі. Анау көктемнің хабаршысы, жаршысы болып келген мереке. Бір қолмен бесікті, бір қолмен әлемді тербеткен арулардың, аналардың мерекесі кеше өткен. Көрісіп бір жасқа шығып жатырмыз ағайын. Бұл да құтты болсын мінекей. Ұлыстың ұлы күні қасиетті наурызымыз келіп жатыр. Жаңа жылымыз құтты болсын ағайындар. Ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жарылғасын дейді қазақта. Жаңа жыл жаңа бақытымен, жаңа қуанышты әкелсін. Енді бүгін келі Кенжебай ағамның шаңырағында құлағасы думанды тойдың төріндеміз. Әрине Кенже ағам ортамыздан кеткенменен Аллаға шүкір артынан өрген ұрпақтар бар. Анамыз бар, киелі шаңырақтың түтін түтетіп, атақты киелі шаңырақтың асыл анасы болып отырған. Енді бүгінгі күні бір баласы екеу болып төріне құдаларын қарсы алып, осынау жақсылығын өздеріңізбен бірге бөліскен отырған құрметті Дин апамды қуанышымен құттықтап алаған ұрып қойсақ артық етпейтін секілді. Апау, қайтасыз? Тойымыз құтты болсын. Енді жиылып, ағайын жиылып, бүгінгі думанды той төрінде қуанып жүздесіп жатыр. Енді қадірмен ағайындар, осы қуанышты дастарханның төріне кешегі күні, бүгінгі күні, яғни дұрысын айтқанда, екі жастың махаббатына дәнекер болып, осы әулетіміздің үлкен аманатын арқалап, анау Жаппастар елінің төріне Нұрлыбектің Сәбит нағашысы, Асан ағасы бастаған тамаша көш жол тартып кеткен болатынды. Мінекей аққу құсымыздың ортамызға алып, сонау құдалар елінің сый құрметін көріп, құдаменен құдағайларды той төріне жиып келіп жатқан нағашысы мен ағасына бір рахметімізді айтып, жаңа құдаларға қол соғып қошеметтеп қойып. Осы қадамдарыңыз болсын. Қолдарыңыз ұтты болсын.
Аз екен. Ана ағайындар, сіздердің алдын отырыңызға қиянат жасамайық. Бүгінгі күні сізбен бізді ұлан асыр думанды тойға бөлеп бір басы екеу болып жатқан Нұрекеңді заңды куәгерлері қошы жігітпен құдаша қызды өздеріңіздің аял алақандарыңыздың қошеметіменен той төріне ортаға көтеруге рұқсат етіңіздер. Мінекей. Нағашысына ағасына көп рахмет. Қолдарыңыз құтты болсын. Апамның қасында болдыңыз өтінемін, апа. Сен Нұрекеңді шақырайын енді. Рұқсат болса, ортамызда ашсаңыздар. Нұрлыбек мырза, той төріне шақырамыз. Кәнекей. Bye 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 bye. Махаббаттың бұл көшін әділие, екі жастың табыстырған жүрегін, жастың жалына соларма бақие. Бақыт сыйлау солардың күндері, үстінде тәттілігіне, тасшылығы жат күлімде, жат күлімде. Мінекей ағайындар, сұлтанына сұңғар сайылдарыңыз өрімізде, келіннің қадамына құт келеді дейді қазақ. Келіні жақсы үйдің кереге салды деп қазақ деген айтпаған. Осынау келе шаңырақтың төріне қадам басып, келін атанып жатқан анау, Жаппастың ару қызы Бағдагүл келіндеріңізді қош жеңгесінің қолтығынан демеуіменен, қазақтың әмелеген әу жарыменен, жарыменен ортаға көтеруге рұқсат етіңіздер ағайындар. Бағдагүл осы шаңыраққа келіп бақытты боламын емес, осы шаңырақта бақытты қыламын деп келген қасиетті келін деген атқа сай азаматша болсын ағайын. Келіндеріңіз құтты болсын. Кәне. Бүрмелі көйле тұрғандай өзі қимылсыз биле иықтан шашын төгіліп жүрген көмісті шашпау жарасы белген иықтан шашын төгіліп жүрген көмісті шашпау жарасы белген қиылған қасы қарақат көзі жүректі баурап оятар сезім қал бойың нәзік қызғалдақ гүлден дидарың нұрлы шуақты күнде қал бойың нәзік қызғалдақ гүлден дидарың нұрлы шуақты күнде. Қайда жанарып көне ләззат алар көрген жан сені көрген сенің айналдың еркем қазақтың салтын сақтаған көркем көркіңнен сенің айналдың еркем қазақтың салтын Ай бәрекелді.
Bek rahmet ағайындар. Мінекей арман болған ақыл сөзімізге келіп қонып жатыр. Ағайындар жай менен орын алып болмауларыңызды өтінеміз. Жайғасуларыңызды өтінеміз. Енді мүмкіндік болса қыздар сәл ортамызда арсаңыздар, бізге қызмет етуге мүмкіндік білдірсеңіздер. Жеңгелер, айып етпеңіздер, сәл бір-екі адым кейінірек алсайық. Түсініп жатырмыз, торға түскен торғайдай болып жатырмыз ғой. Елдің бар жан-жағымызда көпшілікке бет бұрып тұрайық, мүмкіндік болса. Теріс қарап тұрған жараспас. Енді қадірменді ағайындар, атам қазақтың ұрпақтан ұрпаққа сізбенен бізге мирас болып жеткен сара жолы мен келіндеріңізді ел жұртымен таныстырып, беташар рәсімін ортаға жолдауға рұқсат етіңіздер. Жыртылып кетсең де ешкім жаны ашайын демейді ғой. Әлгі бұл бір репетиция болсын, керек еткен кәміл. Ағайын, домбырамды алайын, күмбірлетпек қанайын, бүгінгі осы ауылға қызығыңдар талайын, жас келінге ылайық, жақсыда сөздер табайын, беташар айтып мен бүгін бір қалеге жарайын, бетір ашып келіннің көрімдігін алайын, мырзалығын халқымның тағы да бір байқап қалайын. Келін жан, құтты болсын сізге де, бас қоса келген жеріңіз, қадамың сенің оң болсын, ел жұртыңды көріңіз, өзіміздің баладан кем көрмейміз сені біз, таныстырамыз еліңмен, айтқаныма көніңіз, ауырмаса беріңіз, иіліп сәлем беріңіз, риза болсын еліңмен. Күнді бүгін шуақтау, күнді бүгін шуақта, әжелер де қуатты, ақ жаулығы басында, ақ берішті сияқтау, әжелерге сәлемді. Үлкен аналарымызға, келіндеріңізден ізге сәлем болсын ағайындар. Келіннің қайын енесі-ау, сөзім сізге келесі, бір балам екеу болды деп, жетіп тұр көк көтебесі, өмірге сабақ боларлық, ол кісінің көп кеңесі, әдепсіздік етпеңіз, алдынан кесіп өтпеңіз, қираты быдыс аяқты, ішінен асты көтпеңіз, нарықта мынау қиындау, үнемдеп жеңді тыйымда, ысырапшылық етпеңіз, сен де ана боларсың, балалықты шектеңіз, енеңізге сәлемді. Анауда тұрған қайынаған, қайынаға деген қаяға, бірігіп бәрін той қылып, асып тұралар пайдаға. Қайынағанның алдында, ыржыраңда ойнама, қисақтатып аузымды, жыбачықсам шайнығы деп қойымы. Қайынағанды сыйласаң, мақтайды олар қайдала, сыйлы болсаң олар қау, жетеді қолың айғада, иілгенді сәлем қыл, қайынағаларға жайғанды. Төңірекке қарашау, аталмағандарды санашы, қатардан қалып қоймасын, жиен бөлен ағашы, өкпелейтін түрі бар, қатардан қалса шамасы, әзілімен алдайтын, үзілген жерді жалғайтын, жақсылығын аямай, жамандыққа бармайтын, өзіндік бар бағасы, жиен бөлен ағашы оларға сәлемді. Жиен бөлен ағаштағы құрметті, елдеріңізден ізге сәлем болсын ағайын. Тамашада мынадай, осы тойға келіп тұр, құдаша құда-құдағай, бізді қашан айтар деп, оларды отыр шыдамай,
Kuda kelsi geline, sıyla kelmerinde, Kuda bolgendo, әкеңнің шешең сенімде, сыйлы болсаң оларға, кіргенің сенің сенімге, құдағайларға сәлемде. Құдаменен құдағай, құдашаларға шаңырағымыздың, әулетіміздің ендерімізде ізге сәлем болсын ағайындар. Ентелемен ағайын, бәріңе де кез келер, осы тойға келіп тұр, апайлар мен жезделер. Атамай кетсем оларда, адыма менің сөз келер, жасы толға бақ тілеп, айтады олар ақ тілеп. Бойдақ жүрген ініміз, өз сыңарын тап тілеп, ренжіме жездеңе, әзілдері қақ тілеп. Анда-санда мақтап қой, қайынапамды жақсы бақты деп, апа жезделерге сәлемде. Апалар мен жезделерге ендеріңізден ізгі сәлем болсын. Осы тойға келіп тұр, коллективте жұмыстас, оларға сәлем қылғызсам, көпшілік маған ұрыспас. Айлық ақша алғанда, қалтаңа кеп салғанда, зарплатымды жу дейтін, жумасам нағыз қу дейтін, әріптестерге сәлемде. Сонымен қатар, осы тойға келіп тұр, атамның да достары, енеңнің де достары, оларға да ізетте, пейілдерін кірлетпе, ата енелеріңе сәлемде. Кенжағаң мен Дин апамның жолдастарына ендеріңізге сәлем болсын ағайын. Таңы бірге ататын, кеші бірге бататын, аяқтап арқадаса араласып жататын. Көршілерде келіп тұр, аямай тілек батасын, бәрі сенің ырысың, бәрі сенің туысың. Жақсы болсаң көршімен, кеңейе түсер тынысың, жаман болсаң көршімен, көрген күнің құрысың. Өсеға етіп әр үйге, көршінің алма тынышын, оларға да сәлемде. Көрші ағайынға ендеріңізден ізге сәлем болсын. Әнін айтар аямай, әзіл айтар сырласың, анауды тұрған жағалай, қатар құрымы құрдасың, әзілінен құрдасың, арылмасын бір басың. Осы тойға келіп тұр, Нұрлыбек жанның достары, оларды отыр мәз болып, орындалып жоспары. Олардың айтар әніне, шырқапыр салар әніне, кез боларсың өмірдау, құрымыға талай әлідай. Дос жараның көп болса, өмірдің кірер мәніне, кейінен де сәлем қыл, қатар құрдас бәріне. Нұрлыбектің заманда жолдастарына ендеріңізден ізге сәлем болсын ағайындар. Қошемет керек дегіз. Осы ауылда келінжан, абысының көп сенің, тату болсаң олармен бір белестен өткенің. Абысын мен ұрыспа, өзі түйсе қалыспа деймін. Абысын сөзі асы деп, шаба берір мен намысқа, қалайда одан озам деп, дүние шүйіп жарыспа. Сыйлы болса оларға, кетеді дақын алысқа, абысындарға сәлемде. Абысын жеңгелеріне ендеріңізден ізге сәлем болсын. Осы тойға келіп тұр, қайнысыңды қайныңыз, еркелесе жеңгейліп, қалмайды ешбір қайғыңыз. Бойдақ қайды бос егер, қарастырған сайлы қыз, бәрі сенің қорғаның, қайыңталды орманың. Сыйлы болса оларға, жақсы жеңге болғаның, қайны сенелеріңе сәлемде.
жақсы келін атанып, ақтағайсың сенімді, көп алдында бет ашқан, кейде сөзге шатасқан, махаббаттың жаршысы маған да келін сәлемді. Рахмет ағайын, қолдап, Аллахан ұрып отқан баршаңызға мұңда бір ризашылығымызды білдіреміз. Мінекей арман болған ақыл құс үстелімізге келіп қонып жатыр. Енді келіндеріңізбен жарқ еткізіп ашқан кезде алдына мынау ақша деген пәлені қоймайық. Екі жаста денса болса, бұл қаражат өздері табар. Келіндеріңіздің көрімдігін той иелеріне табыс етуге рұқсат етіңіздер. Көрімдікті жеңгелеріміз ортамыздан алып кетулеріңізді өтінеміз әрине. Орындықтыра бірге алып тасталсаңыздар, мүмкіндік болса әдемі болар еді. Және де қолтығына демеп жатқан қош жеңгесіне көп рахмет. Қолдарыңыз құтты болсын. Арттарыңыздан еріп келіп жатқан Бағдагүлге өмірден көрген, түйген, көріп үлгерген мол опыттарыңызды үйретеді ғой деген ойдамыз. Сіздерге сеніміміз мол. Жұбайларыңызбен жарасып ұрпақтарыңыздың қызығын көре беріңіздер. Енді ағайындар, жеңгелердің көмегімен қазақтың қара домбырасын демеуменен жеңгелердің қолы емес, бұрынғының қолы, пайғамбардың қолы деп бисмиллахи деп келіндеріңіз бетін ашайық. Көрімдік салған ағайын, бермен қарап, көрімдік салмаған ағайын, пожалуйста, теріс қарап отырыңыздар. Бисмиллахи. Жарқырап маңдайынан ай көрінген, албай тұғын абай сүйген әйгерімнен алма мойын ашынды сашыға жұмыртқадай аппақ болған бүгін таздар шаңырағына келіп келін болып қадам басып жатқан жаппасты ару қызы Бағдагүл келіндеріңіз осы бала. Құтты болсын ағайын келіндеріңіз. Енді жұбайды жұртты қосайық, әнді, өнерді бойжеткендерге, қыздарға ұсынайық. Қолтығына демеген қош жеңгесіне көп рахметімізді білдіреміз. Қолдарыңыз құтты болсын. Енді жеңгелер мүмкіндік болса сыйлықтарыңызбен ала тұрайын. Мынау Бағдагүлді нұрлыбекке өз қолдарыңызбен қосуларыңызды өтінеміз кәнекей. Сонан соң жұбай болса енді қадірменді ағайындар, мінекей болашаққа жол бастап, болыс тастап екі жастың өмір тарихындағы алғашқы алтын әріппен жазылатын күннің куәгері сіздермен біздер болған отырмыз. Енді кезекті жұбайлы жұптың заңды некесін тіркеуге назар аударайық, зер салайық, қолғап, қолпаштап отырайық. Ал енді іске сәт. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар, салтанатты неке рәсімін ашық деп жариялаймыз. Құрметті жастар, Нұрлыбек және Бағдагүл, бүгін сіздердің өмірлеріңіздегі ерекше күн. Өйткені балалықтың дәурені артта қалып, бірін бойжеткен, бірін бозбала тұрған күндердің өткенінен де аттағанымызда. Жас отаудың керекесін кеңейтіп, босағасын беріп шаңырағын биік етсе, ата-аналарымыздың арманы мен мақсатын орындасақ деген ізгі ниетпен тағы бір өмір белесіне аттағанымызда. Сіздер қол ұстасып, көңіл жарастырып, отбасылық бірлік құруға қадам бастыңыздар. Сондықтан да осындай жауапты шешім қабылдар алдында сіздерге бірнеше сұрақтар қоюға рұқсат етіңіздер. Сіздер